Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? 3-ші сынып білім алушылары. Кезекті әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Қазіргі өтіп жатқан бөлім атақты тұлғалар. Тақырыбымыз Хан Абылай атандың. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, шолып, түртіп алу арқылы қажетті ақпаратты табамыз. Белгі қою арқылы сын тұрғысынан бағалап оқимыз. Сөйлеу барысында суреттерді қолданамыз. Сабағымызды бастамастан бұрын төмендегі суретке қарап, сұрақтарға жауап берейік. Суретте кімдер бейнеленген? Суретті қарап отырсақ, суретте қазақ жауынгерлері бейнеленген екен. Олардың қазақ батырлары екені неден аңғардың? Олардың қазақ батырлары екенін балалар қолдарындағы найзасынан, қылышынан, садақ ұстағанынан, атқа мініп, бастарына дулыға кигенінен аңғаруға болады. Суреттегі ақбоз атқа мінген батырды кімдер едің? Мұндағы бізде суреттегі ақбоз атқа мінген батырымыз Абылай хан деп айтуға болады. Қазақ батырлары неліктен атқа қонды деп ойлайсың? Қазақ батырларының атқа қону себебі олардың жауларына шабуыл жасауға шығып бара жатқан сәтінен аңғаруға болады балалар. Олай болса, қазақтың атақты тұлғаларының бірі Бұқар жырау туралы мәлімет айтайын. Бұқар жырау Қалмаханұлы 1684-1781 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың ұлы жырауы екен. 18 ғасырда жоңғарларға қарсы соғысты ұйымдастырушы атақты Абылай ханның ақылшысы екен. Жыраудың бірталай шығармалары бар екен. Олар Абылай ханның қасында, ал тілімді алмасаң, ай Абылай, Абылай, қазақтың ханы Абылай, ханға жауап айтпасам, ай Абылай, сен 11 жасыңда, ал айттым айтамын атты көптеген толғаулар бар екен. Олай болса, Абылай хан туралы видеороликті тамашалайық. Қазақ тарихында Абылай атымен қалған ханның шын есімі Әбілмансұр. Ел ішіндегі алауыздықтан Абылай 13 жасында ата-анасынан айырылып жетім қалады. Бала Түркістанға барып бас сауғалайды. Өзінің шыққан тегін жасырып, атақты Төле биге қызметке жалданады. Әбілмансұрдың үсті басына, алба-жұлба сұлбасына қарап, Төле би балаға Сабалақ деп ат қояды. Әбілмансұрдың зеректігі мен батылдығын байқаған дана қарт, жалшылықта жүрген жанның тектен-тек бала емес екенін сезеді. Сөйтіп, қазақ халқының сол кездегі мүшкіл жағдайын айта отырып, хандық заңдылықтар мен саяси түсініктерге үйрете бастайды. Билер мәселесі қалай шешілетінін, халықпен қалай қарым-қатынас жасап, батырлармен және ру басыларымен, шетелдік елшілермен қалай байланыс жүргізу керектігін айтып отырған. Кезі келгенде Сабалақта жоңғар басқыншылығын қайтару үшін жорықтарға аттанады. Жауынгер Әбілмансұр ерлігімен, ақылдылығымен бірден көзге түседі. Жас баланы соғыс өнеріне үйреткен Қанжығалы Бөгенбай еді. Ол алғаш рет Сабалақты Төле бидің шаңырағында көреді. Бірден көзі түсіп, көзің отты бала екенсің деп, астындағы тұлпарын беріп, жорыққа қосады. Әбілмансұр Ұлытау маңында болған алапат шайқаста жоңғар қолбасшысы Қалдан Сереннің мұрагері Шарышпен жекпе-жекке шығып, жеңіске қол жеткізеді. Әбілмансұр сол шабуылға Абылай деп ұрандатып шыққан. Сондай-ақ қалың жұрт шайқаста ерлік көрсеткен баланың хан тұқымынан шыққанын аңғарады. Уәли сұлтанның жоғалып кеткен баласы Әбілмансұр екенін біледі. Сол кезден бастап оны халық Абылай батыр деп атап кетеді. Батыл әрі ақылды жауынгер Абылайдың есімі халық арасына кең тарайды. Кейіннен билер мен сұлтандар да оны мойындап, соңынан ереді. Ол Төле бимен, басқа да саясаткерлермен ақылдаса келе, бір орталыққа бағынған қазақ хандығын құру керектігін түсінеді. Абылай ханның мойнында екі алып ел, Ресей патшалығы мен Цин империясының арасында қалған қазақ елдігін аман алып қалу міндеті тұрды. Бұған қоса, жоңғар шапқыншылығы да саябырламады. Абылай хан үш жақты келісім шарт арқылы барлық дауды бейбіт шешуді жөн санайды. Алдымен жоңғар қонтайшысы Қалдан Серенмен тіл табысып, дипломатиялық келісім шартқа тұрады. Соның нәтижесінде Тарбағатай мен Іледе айырбас базар ашылады. Бүгінгі шекараны нақтылап, белгілеп берген де Абылай еді. Ол Қоқан хандығы мен Хиуа хандығын шегіндіріп,
қазаққа ата-баба өлкесін қайтарып береді. 1771 жылы 300-дің игі жақсылары жиналып, Түркістанда Абылайды ақ киізге көтеріп хан сайлайды. Абылай билікті толық өз қолына алғаннан кейін ақбоз атқа мініп, ақ ту көтереді. Содан халық арасында ақ ту астына жиналу, Абылайдың ақ туы деген ұғымдар тараған. Абылай хан жөнінде алғашқы деректер Шоқан Уәлиханов жазбаларынан алынған. Мінекей балалар, барлығымыз Абылай хан туралы біраз мағлұмат жинадық. Енді оқулығымызды ашып, хан Абылай атандың өлеңін түсініп оқимыз. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың, әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз, өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бір төбеге жиылды, құм төбедей үйелді, басыңа біткен күніңіз, құтты болсын ұлыңыз. Хан Абылай атандың арманың бар ма, хан ием? Мінекей балалар, бүгінгі хан Абылай атандың өлеңінің үзінділеріне талдау жасайық. Бұл өлең кім туралы айтылған балалар? Дұрыс айтасыздар, өлең хан туралы айтылған екен. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Балалар, таққа отырған хан не істеді? Мұндағы екі дұрыс жауапты көрсетеміз. Дұрыс айтасыздар, 300-дің басын біріктірді және жетім жесірге қамқор болған екен. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз, өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Бұқар жырау Абылайды қалай сипаттайды? Дұрыс айтасыздар, Абылайды әділ, әдепті және батыр деп сипаттайды екен. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз, өңкей батыр жиыл деп хан Абылай шақырды. Балалар, Абылай хан 300-дің батырлары не үшін шақырды? Дұрыс айтасыздар, жаумен соғысу үшін мықты батырларды жинаған болатын. Келесі сыни тұрғыдан баға берейік. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың, жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың, хан Абылай атандың арманың бар ма, хан ием? Абылай ханның портретін сипаттайық. Мұндағы екі дұрыс жауапты белгілейміз. Жарайсыздар, 300-дің басын қосты және де қамқор қолбасшы болған. Балалар, бүгінгі сабақта хан Абылай атандың атты өлеңнің мазмұнымен таныстыңыздар. Өлеңді түсініп оқып, қажетті ақпаратты табуды үйрендіңіздер. Кейіпкерлердің портретін, мінезін сипаттадыңыздар және де кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға беруді үйрендік. Олай болса, оқу тапсырмасы ретінде Абылай ханның өлеңін мәнерлеп оқимыз және жаттап аламыз. Бүгінгі сабағымыз барлығымызға түсінікті болса, онда жеміс ағашына біз біргеміз қолтаңбасын барлығымыз бірге орнатайық. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.